Бүгін сгущенка қосылған хворост пісірамыз. Бізге бір банка сгущенка, 6 стакан ұн, жарты стакан қант, 1 ас қасық сода, тұз, жарты қасық және жарты литр май қажет болады. Ең алдымен сгущенканы, жұмыртқаны және ас содасын уксусқа гасить етіп аламыз. Барлығын қосып, қамыр илейміз. Осылай жұмыртқа, сгущенка, жарты қасық тұз, жарты стакан қант, содамызды қосып аламыз да араластырамыз. Осылай бір қалыпты араластырып аламыз. Содан кейін ұнмен бірге қосамыз. Осылай ұнымызды бөлшектеп қосып аламыз. Қамыр илейміз. Осылай қамырымызды илеп аламыз. Енді гүл тәріздес хворост жасаймыз. Қамырымызды өстіп бөлшекке бөліп аламыз. Ары қарай осылай бөлшекке бөлеміз. Енді қазір гүл кесуді үйренеміз. Гүл жасау үшін пышақты алып, бір рет осылай, екінші ретінде осылай кесеміз. Сонда гүл пайда болады. Осылай қамырымызды бөлшекке бөліп гүл жасап аламыз. Осылай майымызды қыздырып алатын боламыз. Сосын май қызған соң қуырамыз. Майымыз қызыды. Енді осылай бір-бірден салып пісіреміз. Вот так красиво выходит. Цветочки.